Иә, кешірім өтінем, жаңағы тікелей эфир жүргізіп жатқан кезімізде техникалық ақаулар болды да, телефон ауыстыруға тура келді. Қазіргі таңда енді тағы да тезірек қайталап жіберіңіздер, дауысым. Тағы да айта кетейін, енді бұл Құдай қаласа аман болса ертең айтылмады демесін. Концепция шамалы өзгерді, дәл тақырып сақталатын болады, жұрттың балдары деген. Бірақ концепция шамалы өзгереді. Оның жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Құдай қаласа аман болса, осы прямой эфирдің соңында өздеріңіз байқайсыздар, иә? Так, комментарий алып тастай берейін, уже біраз адамдар қосылды. Дауысы жақсы дейді ма, болды ма? Комментарды өшіп тастай беремін, иә? Жақсы естіліп тұр, айта беріңіз. Так, тағы да қайырлы кеш баршаңызға. Сіздермен қайта қауышқаныма қуаныштымын. Менің есімім Нұржан Алпамысұлы. Бағана айтқандай, бұл менің екінші вебинарым. Бірінші вебинарым тура бір ай бұрын шыққан болатын. Және де небәрі бір айдың ішінде 10.500-ге жуық просмотр жинаған екен. Ол үшін барлықтарыңызға алғысым шексіз. Алла разы болсын. Бұл сіздердің арқаларыңыз. Яғни бұл менің сіздерге өткізген бірінші вебинарым пайда асып жатыр деген сөз. Демек, біздің барша мұсылман бауырларымыздың, қандастарымыздың көздерін ашып, көкіректерін оятып жатсыздар. Менің негізгі көздеген мақсатым нақ осы еді. Именно Қазақстан Республикасының тұрып жатқан біздің қазақ бауырларымыз барынша осы компанияның беріп жатырған мүмкіндігін көріп пайдалансын деген едім. Бұл біздің қалтамызда шығып жатқан ақша емес, бұл шведтердің беріп жатқан крондары. Максимально пользуйтесь этой услугой, которую в данный момент вы получаете. То есть кешіріңіздер, қазақша айтайын. Қазіргі таңда сіздерге шведтердің беріп тұрған мүмкіндігін барынша пайдаланыңыздар. Қазіргі таңда именно осы сетевой маркетингті орыстарға, кәрістерге, ұйғырларға айтатын болсақ, олар а почему бы и нет дейді, шынымен. А почему бы и нет? Они давно уже перешли к нестандартному мышлению. Ал біздің ата-бабамыздың миымызға құйып қойған санасына, яғни үкіметтің жұмысы стабильный, анау-мынау дегенге үйреніп қалғанбыз. Стабильный ештемесі жоқ. Стабильный болатын болса, кешегі коронавирустың кезінде үйде жатып 42.500 теңге құшақтап жатпас едік. Қазіргі таңда сетевой маркетингтің заманы. Именно сетевой маркетингті мойындамаған адамдар, осы қазір көріп отқан болатын болса, және де ертең болашақта көретін болатса, сіздер маған айтыңдаршы, сетевой маркетингті мойындамай қандай дәрежеге жеттіңіздер? Сіздер қалай осы күнге дейін өмір сүрдіңіздер, дәл солай өмір сүріп келатсыздар. Яғни баяғы жартас бір жартас дейді, дұрыс па? Ал сетевой маркетингті өзінің өміріне кіргізген адамдар, сетевой маркетинг туралы информацияны толығырақ білген адам қазіргі таңда ұтып отыр. Өйткені қазіргі таңда сетевой маркетинг это бизнес. Толыққанды бизнес. Сіздер ойламаңыздар, сетевой маркетинг бұл бұрындағыдай көшеде жүріп, қолында каталог құшақтап жүріп, жоқ. Қазір 21 ғасыр. Қазір век инноваций. Барлық үйде Instagram бар, WhatsApp бар. Қазір таңның өзінде мысалы, сіздер менімен тікелей отырсыздар. Әркім үйіне барып, жағалаудың қажеті жоқ. Қазір таңда мүлде басқа стратегия, жаңа маркетинг план. Қазір таңда сіздерге Oriflame компаниясы номер 1 компания. Мен бұлай айтуға қорықпаймын. Дүние жүзі бойынша, әлем бойынша номер 1 компания. Өйткені это единственная компания, которая получила свою независимость, егемендігін алған. Сіздер құлдықтан босап, осы қазір таңда егемендігін алған тәуелсіз компанияда жұмыс жасап жатсыздар. Қуаныңыздар. Және де мен қазақтарымды босатқым келеді осында бір идеологиядан, қалай айтайын сіздерге. Қазір таңда көптеген қазақтарымыз жіпсіз байлау, работа дейді ғой, раб. Раб деген құл деген сөз. Работа деген сөз, раб деген сөзден шыққан. Жіпсіз байлау құлдық режимінде жүр. Сондай режимнен босатқым келеді қазақ халқымды. Болмайтын бір 70-80 мың теңгеге азаннан кешке дейін аптасына 5 күн 6 күн жүреді. Кейбір кезде дежурство болады, кейбір кезде наряд деген болады, анаусы бар, мынаусы бар, оны бәрін түсінеміз. Қазіргі таңда мен осындай қолдық режимнен өзімнің қазақ бауырларымды босатқым келеді. Сөзі шыны. Әрбір қазақтың жүрегіне бір дән салғым келеді. Міне ояңдаш, өмір өтіп баратыр. Күннің атысы, кештің батысы қазіргі таңда байқамайсыздар, қалай осындай уақытта келгенімізді. Қазірдің өзінде мысалы, уже түн болды. Күн ұзаққа сетевой маркетинг саласында жұмыс жасаған адамдар өздеріне бір әрекет жасады. Ал госслужбада жүрген адамдар, олар ұйықтап отыр. Өйткені олардың понятиесінде, ұғымында солдат спит, служба идет деген понятие бар. Оны не дейді? Оны адам мысалы қаншалықты жұмыс жасаса да, жасамаса да, оның алатын айлығы бір. Сол 80 мың теңге, әр кетсе 100 мың теңге. Сосын мен сіздерге айтайын, 100 мың теңге аламын деп, кеуделеріңіз қақпай қойыңыздар. Мен 100 мың теңге аламын, менің айлығым стабильный деп. Сіздің 100 мың теңгеңіз қазіргі таңда, қазіргі нарықтың
заманның талабына сай қарайтын болсақ, қазіргі таңда бір 60 мың 70 мың теңгемен тең. Ол бұрында 100 мың теңге. Қазіргі таңда 100 мың теңгені ата-ана қалды. Қазір 100 мың теңгені шетін бұзсаңыз бітті, уже істей алмай қаласыз. Сосын сіз жұмысқа қатынайтыныңызды ұмытпаңыз. Сіз жұмысқа барып келуіңіз, проездіңізден 15 мың кетіп қалады. Үйде бала шағаңыз болатын болса, сіз жұмысқа кеткеннен кейін оны міндетті түрде садикке бересіз. Болмаса үйіңізге нянька жалдайсыз, дұрыс па? Оған да ақша керек. Сол себепті сіздің табатын ақшаңыз 50 мың теңге. 100 мың теңге деген ол аты. 100 мың теңгенің ішіне еще 10% пенсионный подоходность алынады, медицинское страхование, анау сор, өздеріңіз ақ білесіздер ғой, оны мен ақ айтпай ақ қояйын. Сосын қазіргі таңда үкімет деп жүгіріп жатсыздар. Бірақ өздеріңіз білесіздер, үкімет саласы қазіргі таңда қиын кезеңдерді кешуде. Мен де үкімет саласында жұмыс жасадым. Бірақ мен шаршадым. Мен неде шаршадым білесіздер ма? Жылда айтатын бізге беретін обещаниесі, Құдай қаласа келесі жыл айлық көбейеді, 10%-ке көбейеді, 15%-ке көбейеді деген сияқты. Жылда қолдарыңызға марапат береді, грамота береді, базардағы кәдімгі 25 теңгенің қағазына печать басып береді. Осындай сотрудник, осындай үлгі несімен марапатталады деп, алғыс хат дейді, лучший сотрудник дейді, лучший отдел, анау мынау деген сияқты, Ондай қағаздарым толып жатыр. Не істеймін ол қағаздарын? Ертең балдарым өскен кезде, папа маған анау керек деген кезде мен алғыс хаттарымды ал деп айтамын ба? Сол секілді болмайтын қағазға, болмайтын фантиктерге алданбаңыздар. Өмірге бір-ақ келесіздер. Өмірге бір-ақ келесіздер, әрбір күндеріңізді, әрбір сәттеріңізді, әрбір сағаттарыңызды бағалаңыздар. Мысалы, сіздер бүгін не істедіңіздер? Ештеңе істеген жоқсыздар. Рас па? Телефон шұқыладыңыздар, ойын ойнадыңыздар, Инстаграмға кірдіңіздер, басқа біреудің өмірлеріне қызығып, лайк бастыңыздар. Солай емес пе? Қашан сіздердің өмірлеріңізді лайк басады? Қашан сіздер сол экранның арғы бетінде боласыздар? Қашан сіздер бізбен бірге ертең Таиландқа барып, Америкаға барып, Швецияға барып, Парижға барып, әлем көресіздер? Өмір кете береді. Барлықтарымыздың WhatsApp группаларымызда, міндетті түрде сыныптастар деген группа бар. Ағайындылар деген, жеңгелер, абысындар көп қой енді. Коллектив деген әрбір группалар бар. Байқап отыратын болсаңыздар, сол группаның ішінде бірең саран бір сообщение келеді. Қыздар, балдар, қандай кино бар көретін дейді. Айтыңдаршы. Жақсы кино айтыңдаршы, мен қараймын дейді да. Яғни ол адам өзінің уақытын зая кетіріп жатыр. Ол адамға айтатын болсаң, осында сетевой маркетинг бар. Қазіргі таңда 21 ғасырдың бизнесі бұл. Жоқ, қоя берші дейді. Ол сол уақытын өзі үшін бір ақша табудың орнына бұл болмайтын бір кинолар көреді. Ананы көреді бір. Еще сезонмен кинолар көреді. Бірінші теле, екінші, ол сезонда бітпейді, ол да бітпейді. Арасында рекламасы бар, анаусы бар. Сосын бір-бірімен ақылдасып ана киноны көрдің ба деген сияқты. Өйтіп уақыттарыңызды өлтірмеңіздер. Өйтіп уақыттарды өлтіретін адамдар, яғни өмірдің ағымынан қалып бара жатыр. Өмірдің ағымы қазіргі сәтте алдарыңызда кәдімгідей қайнап өтіп бара жатыр. Соған ірмелесіп, жабысып, өзіңнің керекті дүниеңді алып қалу керексің. Ертең Құдай қаласа аман болса, ертең бала шағаны қалдыратын мұра қалатындай бір дүние жасау керексің өзің. Ал ол адамдар әшейін өз уақыттарын Инстаграмға жатып, әркімнің сторисін қарап, лайк басып, сериал қарап жататын адамдар, олардың алдарынан өмір өте береді. Ертең уақыт келе, көшеге шыққан кезде, бір остановкада тұрған кезде, дәл алдан дәл сондай бір аппақ ланкрузер өтеді. Ол ланкрузер өтіп кетеді. Ал ол кезінде жұмыс жасап, әрекет еткен жағдайында, сол ланкрузердің ішінде өзі отырар еді. Түсіндіңіздер ма? Бұл кәдімгі двусмысленный пример ретінде келтіріп отырмын. Мен сіздерге айтайын деп отқан себебім, қазіргі таңда сетевой маркетингті мойындамаған адамдар көп деген дүниеден қалып жатыр. Бүкіл жаңалықтың барлығы, бүкіл дүниенің барлығы қазір сетевой маркетингті. Неважно, қай салаға бар жұмыс істейсің. Көп Avon бар, MBA бар. Мен ешқайсын мақтамаймын, ешқайсын жамандамаймын. Бірақ маған жекеме көп деген сообщение келді. Неге сен өзге елдің компаниясында жұмыс жасап, соларды байтып жатсың дейді. Мен өзім алдында айтқан едім. Именно осы компанияға келу үшін маған себеп болған именно Oriflame компаниясын. Мен зерттеп барып келдім дедім. Мен 11 күнімді жібердім. Алдыңғы эфир дұрыстап қараңыздар, мен айтқан едім, мен 11 күнімді жібердім зерттеу үшін деп. Зерттеп барып келдім дедім. Қазақстанның небір компаниялар бар, неге сол жақта жұмыс жасамайсың дейді. Ана Шунгит дейді, анау дейді, 5-10 деген сияқты. Егер де сол бір сіздің Қазақстанның компаниялары, отандық компанияларымыз маған және менің қазақ бауырларыма, мұсылмандарыма осындай табыс беретін болса, жарайды, осының табысын, осының жартысын беретін болса,
мен бар жұмыс жасап едім. Өкінішке орай, бұның жартысын да бере алмайды. Иә, бұл компанияның тарихы да жоқ сіздердің айтып отқан. Ашылғанына 1-2 жыл болған. Кім кепіл оны ертең жабылып қалмайтынына? Ал Oriflame компаниясына 53 жылдан астам тарихы бар. Дұрыс па? Қазақстан Республикасына келгеніне 20 жылдық тәжірибесі бар. Түсіндіңіздер ме? Қазіргі таңда біздің қазақ ұйықтап жатыр. Сол үшін мен тақырыпты жұрттың балдары деп қойдым. Енді былай қараңыздаршы, өзбектер мысалы. Өзбекке мынау жұмысты әкеліп үйіңді әкеліп мына үйді салып берші дейтін болсам, иә, ол дайын тұрады. Сен сала аласың ба десең, ол істей алмаймын деп айтпайды, қолымнан келмейді деп айтпайды никогда. О, ака хаммасы да yaxshi болады дейді. Пұлын бер дейді. Пұлын бер, салып беремін дейді. Қолымнан келмесе де, қолымнан келеді деп айта береді. Ал біздің қазақ айтатын болсам, жоқ, мен қолымнан келмейді дейді. Сетевой маркетинг. Мен адам шақыра алмаймын. Мен жүзелі бонусын балым орындай алмаймын дейді. Иә? Сіз істеп көрдіңіз ба деймін? Сіз бастап көрдіңіз ба? Хотя бір сетевой маркетинг жұмыс жасап көрдіңіз ба? Жоқ, жасап көрген жоқпын дейді. Онда қайдан білесің сен істей алмайтыныңды? Сен істеп көрген жоқсың ба әлі? Көрсеңші бастап. Иә? Бастап көрмей жатырып, біз өзіміздің басымды алып қашамыз. Сіздерге өздеріңіздің өмірлеріңіз ұнайды ма? Болмайтын бір 70-80 мың теңге үшін жұмыс жасаған сіздерге ұнайды ма? Айтыңыздаршы. Ертең сіздер болашаққа көз сала алмайсыздар. Сіздер алыстағы арманға бір өздеріңіздің қиялдағы дүниелеріңізге қол жете алмайсыздар. Өйткені сіздердің қолдарыңызды, аяқтарыңызды, көздеріңізді кредит байлап тұр. Қазіргі таңда барлығымыз кредитке байланғанбыз. Барлығының басында кредит бар. Барлығы Каспий Ред деген не екенін біледі. Я 3-ке бөліп төлеу деген сияқты. Барлығында Каспий Голд бар. Барлығы Каспиймен кредит алады. Дұрыс па? Қазір біз мақтанамыз ғой былай. Қазіргі таңда менің историям жақсы, маған банк осындайға шейін кредит береді деп. Біз мақтанамыз. Сондай заманға жеттік. Кредит береді деп мақтанатын заманға жеттік. Жылау керек. Жылау керек. Кәдімгідей қарызға біреуден садақа сұрайтын заманға жеткеніміз үшін жылауымыз керек. Адам деген өзінің мировоззрениесін өзгерту керек. Почему мы должны жить в долг? Айтыңыздаршы. Өмірге бір ағып келесіздер ғой. Неге қарызға өмір сүру керек біз? Қазіргі таңда бүкіл қиыншылықтың барлығын көріп отқан біздің мұсылман халық. Өйткені біз деген жалқаумыз. Сөзін айтайын, жалқаумыз. Неге орыс, кәріс, ұйғырлардың бәрі жұмыс жасап жатыр? Ал біздің қазақ жалқауланып үйде жатыр. Әшейін для себя придумали зону комфорта. Мен біреуге айтсам, осындай жұмысқа кел, осындай жұмыс бар десең, мен өзім жұмысым бар дейді. Қандай жұмысың бар? Осындай жерде 70-80 мың аламын, Құдайға шүкір дейді. Болады дейді. Болмай жатса жұмыстан кейін таксовать етемін дейді. Тағы 30 мың теңге болады, общий 100 мың теңге болады дейді. Неге сен өзіңнің алтын уақытыңды әйеліңе, бала-шағаңа, ата-анаңа жұмсамайсың? Неге күні бойы жұмыстасың, жұмыстан кейін тағы таксовать етесің? Бала-шағаң өскенін қызығын көрмейсің ба? Ата-ананың қасында болмайсың ба? Дұрыс па? Өмір өтіп жатыр. Көшеде жүрсіздер. Үйде отырып, қыста жылы жерде, жазда салқын жерде, көлеңкеде отырып жұмыс жасаңыздар. Ештеңе, мысалы, қазіргі таңда бұны мен бизнес деп атап отырмын ғой. Бизнес. Неге бизнес? Өйткені бұл сетевой маркетинг қазіргі таңда бизнестің саласына келді. Сіздер кафесі бар, рестораны бар, пекарнясы бар, кондитерский бар адамдардан артық алмасаңыздар кем алмайсыздар. Бірақ ол бизнесмендер. Олар ТО ашты, олар кредит алды, олар акиматтан разрешение алды, олар санэпидстанциядан келісім шартпен отырып ояқтан разрешение алды, пожарник бар, анау сорпе. Көп деген шығын салды. Одан бөлек азаннан кешке дейін соның басында жүреді. Оның түскен доходтың ішінен ол қаншама ақшасын қайтадан қайтарады. Оның охраннигі бар, официанты бар, машинасы бар, развозка істейтін көп шығындар өте көп. Сосын күнделікті соның басында жүру керек. Ешқайда барамайды. Ал сіздер боссыздар. Сіздер ешкімге тәуелді емессіздер. Қонаққа барам дейсің, бара беріңіз ешкіммен. Твой бизнес там где-то есть деп алдыңғы темада айтқан едім. Сосын тағы сіздерге айта кететін жағдай. Қазіргі таңда көп деген менің еститін, жеке өзімнің еститін әңгімем, Нұржан дейді. Тебе не западло работать в компании Oriflame дейді. А вам не западло зарабатывать копейки? Вам не западло, что ваш сын просит деньги, а сен айтасың, кешір балам, ертең айлықтан кейін беремін деп. Айлықтан вечно жетпейді ғой. Даже қазақтанда сөз бар. Барлығымыздың санамыз сіңіп қалған. Айлыққа дейін ақша бере тұршы деген.
Уже повседневно әңгіме кеткен ғой, айлыққа дейін дейді. Это о чем говорит? Это говорит о том, то, что это говорит о том, то, что айлық никогда не хватает. Айлық өмір бақи жетпейді. Анда жатсаң мына жаққа жетпейді, мына жақта жатсаң ана жаққа жетпейді. Дұрыс па? Сол себепті егеменді болыңыздар. Өздеріңіз жұмыс жасаңыздар. Өздеріңіздің бизнестеріңізді құрыңыздар. Қазіргі таңда анау бизнесмендер сияқты қылып кредит алып 5 миллион, 4 миллион деп ақша салудың қажеті жоқ. Небәрі 20-30 мың теңге ғана керек. 20-30 мың теңге өздеріңіздің жұмыс жасауға желанияларыңыз, армандарыңызды орындауға ниеттеріңіз болды. Адам істеген адам істей алады. Былай ғой мысалы, барлықтарыңызда арман бар, ниет бар, мақсат бар. Шын ғой, қиялдайсыздар. Бір жұрттың кетіп мініп бара жатқан джипіне қарайсыздар да, әппақ лантүзірмен кетіп бара жатады біреу. Ыстық остановкада тұрасыздар да, қарап тұрып, мынаның ішінде кондиционер бар шығар, рахаттанып кетіп бара жатыр, уайымы жоқ, қайғысы жоқ деп. Біреу Турцияда жүріп, Кушадасыда жүріп, Бодрумда жүріп, Анталияда жүріп, Таиландта жүріп, суреттерін инстаграмға салады, видеоларын салады, солардың инстаграмдарын қарап тұрып қызығасыздар. Керемет өмір сүріп жатыр мыналар деп. Өмірлеріңіз, өзектілеріңіз келеді, бірақ шанс жоқ. Сіздер ойлайсыздар, сразу алдарыңызға блок қоясыздар. Мен қайда, олар қайда деп. Олай жасамаңыздар. Сіздерде осы уақытқа шейін арман болды, ниет болды, мақсат болды, бірақ сол армандаған өмірге апарар жол болмады. Жұрттың тұрып жатқан зәулім сарайларын көресіздер. Керемет коттедж. Біреудің кереметтей квартира алып жатқанын көресіздер. Соны қызығып қарайсыздар. Сондай квартира тұруларыңыз келеді, сондай үй салғыларыңыз келеді, бірақ қолдарыңыз байлаулы. Апаратын жол жоқ. Ал мінекей осы компания сіздердің өмірлеріңізді түбегейлі өзгертеді. Мінекей жол табылды сіздерге. Бұл компанияны сіздер себепші санаңыздар. Себепші. Мысалға бір пример келтірейін. Бұрында дейді, бағыттаңыз білесіздер, аңыз бар еді ғой. Бір ауылды топан су басып барады. Бірінші дабылға қылады. Сол кезде барлық көшіп үйдегі документтерін алып, қорадағы малдарын алып, сол ауылдан көшіп бара жатқан кезде бір мұсылман жігіт үйінде қалады екен. Сол кезде қасына келіп айтады: "Дабылды естімедің ба? Топан су келе жатыр. Ауылдан кетейік" деген кезде, "Жоқ, мен Раббыма құлшылық етіп келдім. 5 уақыт намазымды оқып келдім. Мен оразамды ұстадым. Раббым менің өмірімді алмайды" дейді. "Жарайды, өзің білесің" дейді, кетіп қалады. Топан су келе жатыр, уже үйлердің белінен келеді. Сол кезде тағы да бір көршілер келіп: "Сен әлі өтсің ба? Су деген белден келді. Кеттік. Дайын қайық тұр, соған мініп кеттік" дейді. Дұрыс па? Ол жоқ, мен Алла тағалам құтқарады, мен Алла тағалаға құлшылық еттім, намазымды оқыдым, 5 уақыт парыз намазымды оқыдым, оразамды ұстадым деген сияқты қылып. Жарайды, кетіп қалады. Одан кейін құтқарушылар келеді. Ол үйдің крышасына шығады. Оған да жоқ, кете беріңдер. Мен Раббым құтқарады дейді. Одан кейін вертолетпен құтқарушылар келіп, крышаны түсіп тұрған кезде алып кетемін дегенде, оған да мінбейді. Сөйтіп тұрған кезде су алып кетіп, жаңағы имам жігіт өдінелік болады. Дұрыс па? Сол кезде Раббым алдына барған кезде ренжиді ғой. "Я Раббым, соншама жыл сізге қызмет еттім, құлшылық еттім, намазымды оқыдым, оразамды ұстадым. Мен неғып сол кезде құтқармадыңыз" дейді. Сол кезде Раббым айтады: "Мен саған бір емес 5 рет себепші жібердім ғой" дейді. Дұрыс па? Бірінші көршіңді жібердім, екінші анау құтқарушылар жібердім, тағы деген сияқты. Сол сияқты ертең жастарыңыз келіп қартайған кезде: "Я Раббым, неге мен соншалықты қиын өмір сүрдім, неге мен